Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын алма қосылған пирогтарды жасайтын боламыз. Пирогтардың ортасына қаймақты крем жағатын боламыз. Сондықтан да пирогтар осындай биік, дәмді және де әдемі болып шығады. Егер сіздерге видео қызық болса, видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза шұңғыр ыдысымызға жұмыртқа, қант, шым-шым тұзымызды салып, бір келкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Мен мұнда ванилин салуды ұмытып кетіппін, сондықтан да ортасында ванилин қосып жібердім. Мұны барлығын араластырамыз осылай. Енді қаймағымды салатын боламын. Менде 20% қаймақ. Тағы да араластырамыз. Енді сұйық майымызды құйып, барлығы бір-біріне біріккенше жақсылап араластырамыз. Енді осы сұйық массамыздың үстіне алдын ала еленген ұнды, кукуруз крахмалын және де қамыр қопсытқышты салып, барлығы бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Мұны менде осындай сұйық масса шықты. Енді осындай противнің бетіне пергамент қағазын төседім. Енді алмаларды бірінші орналастыратын боламын. Алмаларды өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Мен осылай төртбұрышты қылып турадым. Енді сұйық массаны алманың бетіне құямыз. Барлығын бір келкі қылып осылай жақсылап орналастырып шығамыз. Енді осы пирогтарды алдын ала қысып тұрған 180 градустағы пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламын. Менде мұнда 20% қаймаққа осындай қоюлатылған сүтті қостым, яғни сгущенканы. Мен кішкене сгущенканы көбірек қосып жіберіппін. Сондықтан да менің кремім дәмді болып кетті, яғни тәтті болып кетті. Сіздер азырақ қоссаңыздар болады. Мұны менде пирогтар пісіп шықты. Мен пирогтарды яғни пергамент қағазынан босатып, осылай майлықтың үстіне орналастырдым. Енді осылай видеодағыдай дәл ортасынан бөліп алдым. Енді астыңғы бөліктің бетіне кремімізді жағамыз. Барлық жеріне жеткілікті қылып. Енді пирогтың екінші бетін орналастыратын боламыз. Мұны екінші бетіне де кішкене ғана крем жағып жібереміз. Сіздер егер кремді ұнатпасаңыздар, крем жақпасаңыздар да болады. Пирог кремсіз де өте дәмді болады. Мұнда барлық кремді жақтым. Енді үстіне осындай кокос жаңқасын сеуіп шығатын боламын, яғни кокосовый стружкиді. Сіздер өздеріңізге ұнаған кез келген оформлениеде жасап ұсынсаңыздар болады. Менде пирог толықтай дайын болды. Мұнда пышақпен кескенде де өте жұмсақ және оңай кесіледі. Мұны бізде осындай өте дәмді және де әдемі болып шығатын пирогтар шықты. Достар, егер де сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет.